бастайық. Дайынбыз ба? Иә. Жақсы балалар, ендеше мен сендерге мынандай заттарды алып келдім. Қандай заттар көріп тұрсыңдар? Қандай заттар тұр оның мұнда? Алма, картоп, сүт екен, иә? Жақсы. Ендеше балалар, сендерге мен сұрақ қояйын. Не білесің деген, иә? Қараңдар. Бұл өнімдер не үшін керек деп ойлайсыңдар? Энергия, шымыр болу үшін. Күш-қуат Энергия көп болу үшін. Витаминдарымыз ішімізде өте көп болса, біздің ойлауымыз. Жақсы, тамаша. Бұл өнімдер несімен пайдалы? Қане кім айтады? Дәрумендермен пайдалы. Жақсы денсаулық құру үшін пайдалы. Жақсы денсаулық құру үшін пайдалы екен. Қане мына топтар кім? энергия жинау. Энергия жинау үшін екен. Денсаулығымыз мықты болу үшін. Денсаулығымыз мықты болу үшін біз осыларды қорек етеді екенбіз, иә? Жақсы, тамаша балалар. Келесі сұрағымыз, бұл өнімдерде қандай заттар бар деп ойлайсыңдар? Нәруыздар, көмірсулар, майлар бар екен. Ендеше балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай болады? Нәруыздар, көмірсулар, майлар. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз нәруыздар, майлар, көмірсулар екен. Қане тақырыбымызды ашайық ендеше барлығымыз. Бүгінгі тақырыбымыз бізде азық-түліктегі органикалық заттар, майлар, көмірсулар, нәруыздар екен. Біздің мақсатымыз балалар, осы азық-түлік құрамындағы нәруыздарды, көмірсуларды, майларды дәлелдеу. Жалпы балалар, тірі ағзалардың құрамындағы заттар ішінен екіге бөлінеді. Органикалық заттар, бейорганикалық заттар деп. Соның ішіне органикалық заттарға нәруыздар, майлар, көмірсулар жатады екен. Ал бейорганикалық заттарымызға су мен минералды тұздар жатады екен. Сонымен бүгін бізде қай заттарды талдайды екенбіз балалар? Дәлелдейді екенбіз? Органикалық заттарды жаңағы біз анықтайтын боламыз, иә? Ендеше бізде міне органикалық заттарымыз майлар, көмірсулар екен. Яғни нәруыздар бізде жаңғақ, ет, жұмыртқалардың құрамында кездеседі екен. Ал көмірсулар бізде жеміс-жидек, көкөніс, ұннан жасалған тағамдарда кездеседі екен. Ал майлар май өнімдерінде кездеседі екен. Жақсы балалар. Енді бізде жаңағы осы сабағымызды бастамаш бұрын алдымен бейне жаңағы фильмімізді қарап алайық. Адамның денінің сау болуына көптеген заттар әсер етеді. Оған күнделікті тамақтануымыз бен салауатты өмір салтын ұстануымыз да жатады. Барлық тірі ағзалар өмір сүруі үшін тамақтануы қажет. Неліктен? Осы туралы ойланып көрдік пе? Қарынның ашқандығын қандай сезім арқылы білуге болады? Шаршау, мазасыздық немесе ой шаршаңқылығынан ба? Көлік жүру үшін жанармай құю керек, ал біздің ағзамыз дұрыс жұмыс жасау үшін тамақтану қажет. Тамақтың әр түрмен тамақтану неліктен пайдалы? Егер тек шоколадпен немесе тек сәбізбен тамақтанатын болсақ, не болады? Әр түрлі тамақ өнімдерін тұтыну өте маңызды, себебі ағзаға керек құнарлы заттар тамақтың әр түрінде болады. Дұрыс тамақтануға қажетті заттар. Майлар. Олар баяу бөлінетін энергия көзі. Көмірсулар. Олар энергияны жылдам бөлу үшін қажет. Ал ақуыздар өсу мен қалыпқа келу үшін керек. Біздің ағзамызға дәрумендер мен минералдар да қажет. Мысалы, Б дәрумені жүйке және иммунды жүйе үшін аса маңызды. Кальций сүйек пен тістің саулығы үшін қажет минерал. Ағзаға қажетті құнарлы заттар ішкен тамағымыздан түзіледі. Азық-түлік 5 негізгі топқа бөлінеді. Крахмалды өнімдер. Рационымыздың 3-тен 1 бөлігі крахмал өнімдерінен тұруы керек. Оған күріш, макарон өнімдері, тамыр жемістері, бұршақ тұқымдастар және нан жатады. Тұтынатын тағамның тағы да 3-тен 1 бөлігі жемістер мен көкөністерден тұруы тиіс. Себебі олар дәрумендер мен минералдардың негізгі көзі. Сүт және сүт өнімдері. Бұлар ақуыз бен кальцийге бай. Ақуызға бай өнімдер: ет, балық, бұршақ тұқымдастар және жаңғақтар. Жоғары калориялы өнімдер:
құрамында майы немесе қанты көп өнімдерді аз тұтыну керек. Дұрыс тамақтану үшін аталған өнімдерді тұтыну әлемнің әр елінде әр түрлі болуы мүмкін. Бірақ үйлесімді диетаның бұл түрі негізінен жалпыға ортақ деуге болады. Тамақтану рационымыздың маңызды компоненті болып табылады. Организмді ақуыздың қажетті мөлшерімен күнделікті қамтамасыз етіп отыру өте маңызды. Салауатты өмір сүру үшін ересек адамдарға күніне ақуыздардың 70-тен 100 граммға дейінгі мөлшерін қабылдау қажет. Алайда, ұлпалардың өсу процесі кезінде физикалық жаттығуларды орындағанда, жаралар емделіп келе жатқанда, тағам арқылы ағзаға түсетін ақуыздар ең алдымен ас қорыту жүйесінде бөлек амин қышқылдарға ыдырайды. Түзілген амин қышқылдары организмге қажет ақуыздарды синтездеу үшін құрылыс материалы ретінде қолданылады. Адам организмі күніне 300 грамм ақуыздар өндіреді. Ақуызға бай өнімдер қатарына ет, балық, ірімшік, жұмыртқа, сонымен қатар бұршақ тұқымдастар жатады. Әсіресе соя ақуыздарға өте бай. Химиялық энергия тендегі гликозидті байланыстарды бұзалады. Сондықтан нан, күріш, картоп секілді құрамында крахмал болатын өнімдер адам үшін құнды энергия көзі болып табылады. Адамдар целлюлозаны қорыта алмайды, сондықтан оны азық ретінде пайдаланбайды. Көптеген бактериялар целлюлозаны қорытатын ферменттерді өндіре алады. Кейбір жануарлардың ішектерінде осындай бактериялар болады, сондықтан олар целлюлозамен азық ретінде пайдалана алады. Оған мысал ретінде термиттер мен күйіс қайратын ірі қарамал сияқты жануарларды айтуға болады. Құрамында майлардың мөлшері көп болатын өсімдік текті өнімдерге рапс, соя бұршақтары, зәйтүн, жержаңғақ, күнжіт, кокостар және какао бұршақтары жатады. Жануар майларының мысалына шошқа майы, сиыр сүтінен алынатын май және балық майы жатады. Өсімдік майларының көбісі бөлме температурасында сұйық күйінде болады. Оларды әдетте сұйық май деп атайды. Алайда екі май үшін жағдай өзгеше. Олардың бірі кокос жаңғағынан алынатын май, екіншісі какао майы деген атпен белгілі какао бұршағынан алынатын май. Аталған екі өсімдік майы да бөлме температурасында қатты күйде болады. Жануар майының барлығы дерлік қатты немесе жартылай қатты заттар болып табылады. Дегенмен, жануарлар майының ішінде бөлме температурасында сұйық күйде болатын бір май бар. Ол балық майы. Балалар және бейне фильмді қарадық, иә? Енді біздер жарнама әдісі бойынша, топ бойынша жұмыс істейміз. Яғни бұл жерде жаңағы 3 топқа бөлінгенбіз, иә? Көмірсулар, майлар, наурызлар деген. Осы жаңағы көрген фильмдерің бар, кітаптарың бар, қосымша сендерге материалдар берілген. Солардың қарай отырып, осы майлар, көмірсулардың маңызы және не білетініміз туралы жаңағы ақпаратқа жазып, ортаға шығып жарнамалаймыз. Түсінікті ме балалар? Ал ендеше сәттілік қане қағаздарымызды, қаламдарымызды алып, жұмысымызды бастайық. Сендер көмірсулар туралы өз ойларыңды жазып, анықтайсыңдар. Жұмыс істейміз бәріміз бірге. Бәріміз бірге жұмыс істейміз балалар. Әне қайтып жұмысын аяқтады. Болдық па? Көмірсулар аяқтапты бізде. Топтар. Жақсы, тамаша, ендеше. Балалар, ендеше ортаға шығамыз. Бірінші көмірсул бізде бірінші болды. Қане ортаға шығып, өз жазғандарымызды бөлістеміз. Жарнамалаймыз, яғни.
глюкозаға ыдырайды. 1 грамм көмірсу ыдырағанда 17,8 энергия бөледі. Келесі. Көмірсу жетпесе, жүйке жүйесі бұзылады. Және артық болып кетсе, адам семіреді. Адамға тәулігіне 400-500 грамм көмірсу қажет. Көмірсулар оннан жасалған тағамдарда немесе жеміс-жидек көкөністерде кездеседі. Жақсы, тамаша. Отыра қойыңдар. Қане келесі топ бізде майлар тобы. Қане өзімізді жарнамалаймыз майлар туралы. Адам организмде майдың жалпы мөлшері орташа есеппен 10-12%-ді құрайды. Негізгі есеппен бізге күніне 80 немесе 100 грамм май қажет. Сонымен қатар, бұл басқа өнімдерден қарағанда калориялы болғандықтан, негізгі басты энергия көзі болып саналады. Май негізінен майлы тамақтарда, еттен балық өнімдерінде және де жаңғақтарда кездеседі. Негізінен май қышқыл мен глицеринге ыдырайды. Ол 38,9 энергия бөледі. Жақсы. Нәруыз азықтың құрамына кіретін бүкіл тірі организм негізгі қорегі. Нәруыздарда ет, жаңғақ, сүт, қаймақ жатады. Bir күнде 118 нәруыз жеу керек. 1 грамм нәруыз ыдырағанда 17,8 энергия бөледі. Ақуыз тірі организм негізін құрайды, онсыз өмір жоқ. Адам денесінің 15-20% нәруыздан тұрады. Жақсы. Тамаша балалар. Отыра қойыңдар. Жақсы балалар, міне бәріміз қорғадық. Топты бағалап кетейін. Бәріміз бірлік жұмыс істегендіктен бәріне 3 деген балдар қойдым. Майлар тобына да, нәруыздар тобына да, көмірсулар тобына. Келесі жұмысымыз балалар бізде бірлескен жұмыс әдісі, яғни ол тәжірибе. Яғни қазір сендер алдарыңдағы заттардан жаңағы азық-түлік құрамындағы жаңағы нәруыздарды анықтаймыз. Қане, бастай берейік. Әрқайсының алдарында берілген заттар. Алдарына алып, жұмыстарымызды бастай берейік. Біз сынаулыққа ет салдық, сосын оның үстіне перекс қойдық. Және өйткені оның үстіне перекс қалғанда одан көпір шықты. Ал көпір шыққан себебі ол нәруыздың бар екенін дәлелдейді. Біз мұнда күнбағыс тұқымын намен басып майын шығарамыз. Мінекей, нәтижесінде қағаз бетінде май пайда болды. Бұл дегеніміз біз осы тәжірибе арқылы күнбағыс тұқымында май бар екенін дәлелдей аламыз. Біз осы кезде картопты кесіп ортасына еуіп қойдық. Картоп қара көк түске боялды, себебі картопта крахмал бар. А крахмал ол көмірсуларға жатады. Я балалар, мен сендер тәжірибені жасадыңдар, я? Сол жасаған тәжірибелеріңе мен әрқайсыңа 2 балдан қойдым. Жақсы балалар, енді келесі кезегімізге көшейік. Ары қарай бізде тапсырма орындау, яғни кесте толтырамыз, барлығымыз дәптерлерімізді ашамыз. Тапсырманы орындаймыз. Ал балалар, жұмысымызды аяқтаймыз. Дәптерімізді бір-бірімізге алмастырамыз. Алмастырдық па? Жақсы, ендеше мен қазір дұрыс жауап
жауабын тақтаға шығарам балалар. Дұрыстаймыз қане? Дұрыстап бағалаймыз. Әрқайсысына 1 балмен. Болдық па? Аяқтаймыз. Ал көршілеріміздің бағасын айтып қана бір-бірімізді бағалайық. 5 бал. Бірінші Мамытовтан бастайық. Көршіңе қанша бал қойдың? 5 бал. Көршіңе 5 бал айтқан оған 4 бал шықты. 5 бал қойдың, иә? Көршіңе қанша бал қойдың? 5 бал. Көршіңе 5-те 4 бал. 5 бал қойды. Мен Абайға 5 бал қойдым. 5 бал қойдық. Сонда бізде 4 бал алған бір оқушымыз ғана екен, иә? Жақсы, тамаша балалар. Ендеше мен қазір барлығына тоқталып кетейін. Барлық балдарды санайық. Өйткені алдыңғы балаларға бірінші жарнама тобына мен бәріне 3 балдан қойғанмын. Тәжірибеде мен сендерге барлығына 2 балдан қойдым. Және міне жеке жұмыстарына әрқайсысына жаңағы 5 балдан болды. Тек қана Нұрсатта бізде 4 бал болды. Сонда барлығымыз 10 балдан жинадық. Нұрсат бізде 4 балмен бағаланды. Жақсы балалар, енді келесі бізде кері байланыс. Яғни 3 шапалақ әдісі. Яғни біз 3 шапалақ әдісі арқылы сабағымызға кері байланыс жасаймыз. Ендеше кеттік балалар. Бірінші, мен үшін сабақ түсінікті болды дегендеріміз қолымызды 3 рет шапалақтайық. Мен үшін сабақ қызықты болды дегендеріміз 3 рет шапалақтайық қолымызды ғана. Мен үшін сабақ түсініксіз дегендеріміз қолымызды 3 рет шапалақтайық. Ешкімге түсініксіз емес екен, барлығы түсінген екен сабақты балалар. Жақсы, ендеше тамаша. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтайық.